неге адамдар қарыз ала береді? Әлде ол әдейілеп ала ма, ауру ма? Кәсіпкерлердің 90% қарызда жүр. Иә, үлкен кәсіпкерді білемін мен. Үлкен наубайханасы бар. Жылдар бойы отбасын басқа қалаға тығып қойып, қарызын жауып жүр. Миллиардтаған қарыз бар, осы қарағандылық. Кәсіпкерлердің бәрі 90% қарызда жүр. Неге білесіз бе? Өйткені кәсіп ол болмай тұрған дүниені, әлі қолында жоқ дүниені есептеу, сату, риск жасау. Риск деген сөз, рызық деген сөз ғой. Рисковать еткенге сен Аллаға ғана сенесің, Аллаға ғана тәуекел деу арқылы сен Аллаға тәубе қыласың, Аллаға сенесің, болды бірдеңе қылып алып шығады деп. Сосын кәсіпкердің барлық Құдайға жақын адамдар, қатты жақын адамдар. Олар өтірік айтпайды, біреуді жамандамайды, өйткені өздерін жамандап жатыр жеткілікті. Өсек айтпайды, уақыты жоқ. Және үнемі субханалла, альхамдулилlah, Аллаху акбар, астағфираллахын айтып жүреді. Өйткені саудан бола ма, болмай қала ма, кім қазір тағы қандай соғып кетеді деп айтады. Мені өсірген кәсіп.